Қайырлы күн, достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін енемнің рецептісі бойынша өте жұмсақ, үлпілдек булочка дайындайтын боламыз. Сіздермен Әйгерім Шынтемірқызы, менімен бірге болыңыздар. Барлығымыз бірге дайындайық. Өте үлпілдек әрі дәмді болып шығады. Ең бірінші сүтті жылытып аламыз. Сүт қатты ыстық болмауы керек. Біздің жұмыртқамыз пісіп қалмайтындай жылы болу керек. Одан кейін үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, венчикпен араластырып, біркелкі массаға келгенше араластырамыз. Одан кейін рет-ретімен құмшекерімізді саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды саламыз. Барлығы біркелкі масса болғаннан кейін қопсытқыштарымызды саламыз. Яғни құрғақ ашытқыны және одан кейін тұз бен қопсытқышты саламыз. Барлығын жақсылап салып болғаннан кейін ұнымызды бөліп салатын боламыз. Ұнымызды салып, бастапқыда венчикпен, одан кейін лопаткамен, кейін қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Одан кейін сұйық майымызбен бірнеше рет мыжғылап шығамыз. Одан кейін дайын болған қамырымыздың бетін майлап, бетін жауып, жарты сағатқа бөлме температурасында жылы жерде қалдырамыз. Міне осылай көтерілгеннен кейін столдың үстін майлап, дайын көтерілген қамырымызды барлығын столдың үстіне тастаймыз. Одан кейін пышақтың көмегімен бірнеше кішкентай бөліктерге бөлеміз. Қамырды бөліп болғаннан кейін оны сәл-сәл ұзартамыз. Одан кейін табамызды алып келіп, оның түбін майлап, осылай біз әр бөлген бөлік қамырларымызды ұзартып, үлкенірек қылып, осындай гүл формасын жасап шығарамыз. Ең бірінші ұзарған қамырымызды қолымызға аламыз. Оны, яғни біз түйнек деген сияқты қылып ораймыз. Қолымыздың екі саусағымен бірге қойып ораймыз және олардың арасынан өткізіп, ең соңында бір-біріне біріктіреміз. Мінекей, біздің гүліміз дайын болды. Барлығын осы ретпен орындап шығамыз. Тағы да біреуін көрсетейін, анықтап қарап алыңыздар. Барлығы біркелкі болуы керек, яғни біз ұзартқан кезде міне осылай бірінен кейін біріне орап, ең соңындағы қалған қалдығын бір-біріне қосамыз. Мінекей, әп-әдемі гүл шықты. Барлығын осы ретпен орындап шығамыз. Осылай барлығын бүгіп болғаннан кейін бетін жауып,
жарты сағатқа қалдырамыз. Ол әдемі болып булочкаларымыз көтерілуі керек. Ал дайын болған көтерілген булочкаларымызды 220 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Осылай булочкаларымыз қызарып піскеннен кейін бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сарысын бөліп алып, кішкене бір ас қасық құмшекерді салып араластырып, мына піскен булочкаларымыздың бетіне жағып шығамыз. Бетіне өз қалауларыңыз бойынша мак немесе күнжіт себулеріңізге болады. Немесе ештеңе сеппей-ақ жай осылай қалдырсаңыздар да өз еріктеріңіз. Маған мактан гөрі күнжіт өте қаттырақ ұнайды, сол себепті күнжітті септім. Осылай барлық булочкаға жағып, жұмыртқаның сарысын жағып, күнжітті сеуіп шығамыз. Ал енді міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Өздеріңіз жасап, бағасын беріп көріңіздер. Жұп-жұмсақ болады. Бұл менің енемнің ең сәтті, ең үнемі жұп-жұмсақ, әдемі үлпілдек болып шығатын рецептісі. Сіздерден қолдау күтемін.